Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жаңа жылдық дастарханның сәнін келтіретін мандарин салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл салат өте оңай дайындалады және үйде бар заттардан жасалынады. Керек заттарды описаниеге қалдырып кетемін. Ең алдымен тауығымызды, сәбіз, картошка, жұмыртқамызды барлығын асып және үкіштің майда көзінен өткізіп аламыз. Одан кейін бір ыдысқа тауығымызды, жұмыртқамызды, асылған картошкамызды және кішкентай сырымызды алып, үстіне керегінше тұзымызды салып, одан кейін 2 ас қасық майонез немесе сметана салып, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей, бізде осындай қою масса шығу керек. Ендігі кезекте салафанның үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді алып, осылайынан қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Бұл бізге қазір мандариннің формасын жасау үшін керек болады. Одан кейін жаңағы массамызды алып, қолымызға осылайынан шарик жасап, сәбізіміздің ортасына қоямыз. Одан кейін видеодағыдай салафанның немесе пищевой пленканың көмегімен осылайынан мандариннің формасын жасаймыз. Қолымызбен қысып, осылайынан бұрасақ, көзі оп-оңай шығады. Видеода барлығы анық көрсетілген. Мен көк жуаның көмегімен әдемілеп сәндеп жапырақ жасап қойдым. Сіздер өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Жаңа жылдық дастарханға қоюға өте әдемі салат және оп-оңай дайындалады. Ондай көп уақытыңызды алмайды. Жасап көріңіздер. Маған лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлзада. Қош сау саламатта болыңыздар.